Сәлем достар, сіздермен бірге қағаздан ерекше тәсілмен гүл жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге түрлі түсті қағаз, кез келген дөңгелекті қақпақ, қайшы, желім, қалам қажет болады. Ең алдымен қағазға дөңгелегімізді бастырып, сызып аламыз. Содан соң көп дөңгелекшелер шығуы үшін қағазды бірнеше қабат бүктеп, шеңберімізді қырқатын боламыз. Қағаз дөңгелекшелерімізді шеңберлі қалыпқа бір-бірлеп желім арқылы жабыстыратын боламыз. Ең алғашқы шеңберлеріміздің тек қана шет-шетін ғана желімдейтін боламыз. Содан соң бірінші қабат біткен соң, екінші қабатта түгелімен желімдеуге көшеміз. Міне достар, бізде осындай жай ғана шеңбершеден әдемі гүл пайда болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.